атамыздың нақты туылған күні бүгін 130 жыл толып жатыр. Дәл қазір республикамыздың түкпір-түкпірінде Сәкен атамыздың шығармашылығына байланысты, өмір жолына байланысты барлық білім беру ұйымдарында осындай іс-шаралар жүргізілуде. Соның бір саласы біздің мектебімізде. Таңертең осы мектепке келген кезде оқушыларды Сәкен атамыздың сыршыл әнімен, керемет әнімен тебіренген музыкасымен, қоңырау үнімен балаларды қарсы алды. Және де әрбір қоңырауда оқушылар жақсы өлең жолдарын оқып, жақсы көңіл толғаныстарымен бөлісуде. Сол сияқты біз бір сөзбен айтқанда бүгін Сәкен ата атындағы нөмір 35-ші мектептің осы ғимаратында Сәкен атамыздың керемет әуезді шығармалары тербетіліп, жақсы көңіл күйде тұр деп айтуға болады. Себебі 8 қырлы, бір сырлы деген атауға ие болған қазақтың ақыны, сұлулықтың символы болған Сәкен атамыздың атын иемденген мектепте оқып жатқан осындай өздері сияқты шәкірттер шығармашыл тұлға болмауы мүмкін емес. Бүгінгі күні осы Сәкен ата мектебінде түрлі өлеңдер төгіледі деп ойлаймын. Сондықтан балалар осы поэзия минутына сәттілік тілеймін дей отырып, осы қазақ тіл бірлестігінің жұмысын керемет ұйымдастырып отырған Қуаныш ағайға сөз беріп балалар. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар. Бүгін қоғам қайраткері, ақын, композитор Сәкен Сейфуллиннің бүгін туылған күні. Баршаңызға құтты болсын. Біздің мектеп Сәкен атында болғаннан кейін мектебімізде әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Соның бірегейі бірі бүгін біз Сәкен атамыздың өлеңдеріне бір күнімізді арнап отырмыз. Бұл бүгінгі іс-шарамыз Сәкен атамыздың мұражайынан бастап алып жатыр. Баршаңызды осы шараға қатысуға шақырамын. Олай болса біздің поэзия минутын бастайық. Қане, кім бастайды? Әлемде көкшетаудың биігіне, бауырымда ойна салған киігіне, ұсталып қалғыза болып кетіп барам, білем, қайтып келіп оралам ба үйіріме. Сәкен Сейфуллин далада, жүген құрық тимеген, жасынан ноқта кемеген, 6 жасар асауды ұстап міндім далада. Ақырда асау жаңғырды дала, тулады орғыда асау, дүбірлеп көңілімде дала. Қиырсыз дала, орғыда асау айнала, дүбірледі айдала. Алсып асау осқырды, жау құйрығы жермен ысқырды. Жеңкіп зұмарып құлашын керді асау, танаулары шелектей, ысылдап дәмі көріктей, көздері оттай өріктей, өрге қарай орғыса, өр не қылмақ асауға, жер не қылмақ асауға, жерге қарай орғыса, орғыды ұшыртып жүріп, көкіректе кенет кең даланы көңілдіп, қаттай қалап ән салдым. Бос торғай, міне торғай үйін қорғай жер бауырлап зырлайды. Шырқап биік күнге күйіп әсем әнін жырлайды. Босша торғай, толғай қанатыңды қағасың. Бірде ащы, бірде тәтті, бірде даусың үзіледі. Түрлі күйге құйқылжытып баса бер. Жібек жерге, жасыл жерге жетер моншақ шаша бер. Ақан сері, тағы да үзік шыққан одан емес, заланған сырлы білет ақан сері. Заңлы әнмен көкен күймен сылуы шарықтап, өрлі көкке шыққан сері. Әнімен есінен жұрттан қалатын, түспен деп әнін тыңдап көкен бері. Жаққа алып қыз боз болар құмарларына, жойылған сарыарқаға құлагері. Бір ғажап ереді балуан жылап, бір қолы отқа күйген болған бола. Тектің кәлем деген палуанын қиратып қабырғасын жалғыз бола. Жиналған 5 туған ел сәкіркеде көтерген 51 бұт, бірақ жылап. Қызықты он шығарғыш ақын балуан шебері сиқырлы оның басшысында. Айғойлаптың естен кетпей туған жер, қаны қашты әм сарғайды етпендер. Сені ойласам ішімге қабыл, жүрегімде түйіншектей қайғы жер. Ұйықтасам да еш шықпайсың түсімнен, тұрсам дағы сен кетпесің есімнен. Көздерді сақылсам деген жоқ едім, шыға алмадым азалдағы кезімнен. Сені ойлап күні-түні туған жер, қаны қашты һәм сарғайды етпендер. Бие ойлап құмыршы, қызған соң азаматтар мәжіліс құрған мезгілде. Шайқайда арбап сүйреп алар үйір пойыз арбасы, жұрт далаға қараса да терезеден жармасып, мен де тұрмайын көз жіберіп қиыр менен арбасып, аппақ дала мұхит теңіз жатыр қалың қар басып. Сәкен Сейфуллин, күзгі дала. Күзгі бүгін бейнеге түлен қабақ ызғарлар. Домбыра мен пернеде неге тұр бүгін зарлар. Сәкен атамыздың 130 жылдық мерейтойы құтты болсын. Сәкен атаның ізбасар болатын, осындай елдің азаматы болатын, біздің осындай өздеріңіз сияқты ұрпақтарымыз республикамыздың түкпір-түкпірінде көп болсын. Амандық болса 131 жылдығында осы музейде топ көбейіп, поэзия минутында ақынның шығармашылығын керемет жақсы тебіренерліктей әдемі өлеңдерін ортаға саламыз деген ниетпен бүгінгі осы
поэзия минутын аяқтаймын. Қатысқан оқушыларға көптен көп рахмет айтамын.